Армысыздар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы PHP-дегі шартты оператор. Сабақтың мақсаты PHP-де шартты операторның алгоритмін түсіну, if операторын қолдану және if-else операторларын қолдану. Енді сабағымызды біз әрине Open серверді қосу арқылы жүзеге асырамыз. Ол үшін мен Open серверді орнатып қойдым. Сол бойынша алдыңғы сабақта қарасаңыз болады. Неке оси панель. Осы жерде серверді іске қосамын. Екі рет шертеміз. Сол кезде неке жалауша пайда болады. Осы жалаушаны да іске қосамыз. Запустить батырмасы арқылы. Жасыл жалауша пайда болды. Яғни біздің Open сервер іске қосылды. Алдыңғы сабақта біз сайт деген папканы аштық және осы папканың ішінде индекс аштырған болатынбыз. Осыны сабайым текст бойынша ашамыз. Енді if операторы бойынша сіздерге мына мысалды жазып түсіндірейін. PHP кодын тереміз. Және осы жерде экранға шығару echo. Бізге экранға мысалы операторды, яғни if операторының алгоритмін түсінуіміз қажет. Ол үшін if деген кілттік сөзді жазамыз. Және де if деген кілттік сөзден кейін бізде логикалық өрнек беріледі. Логикалық өрнекті енгізуіміз қажет. Және де желі жақшаны ішіне бізде өрнек ақиқат немесе өрнек ақиқат, яғни true болса, true дегеніміз бұл бізде ақиқат болса, осы шарт орындалады. Ал егер де жалған болса, яғни else әйтпесе деп те айтсақ болады. Егер біздің шартымыз осы шарт орындалса, if бөлімі орындалады, әйтпесе else бөлімі орындалады. Яғни әйтпесе жалған. Бұл жерде бізде жалған, ол false. Жалған болса, мына шарт орындалады. Бір-бірінің астынан түсу үшін біз bear тегін қолданайық. Ол үшін неке ағылшын тіліне аударамыз. Bear тегті жабамыз. Және осыны өзімізге қажетті орынға қояйық. Осы жерде және осы жерге. Ара қарай бізде ашылған бөлігіміз тырнақшаның ішінде қалуы қажет. Және нүктелі үтір. Келесі PHP-дегі жабылады. Ctrl+S. Енді экранға шығарып көрейік. Ол үшін сервер арқылы ашамыз браузерде. My сайты сайт.kz. Осы жерде экранға біздің жазған мәліметтер шығарылды. Яғни echo функциясы арқылы экранға біз мәліметтерді енгіздік. Қайталап айтамын, шартты операторды жазу үшін біз if кілттік сөзін қолданамыз. Ары қарай логикалық өрнекті салыстырамыз. Егер де осы өрнек ақиқат болса, if орындалады, әйтпесе жалған болса, бізде else орындалады. Бұл барлық бағдарлама тілдерінде бірдей орындалатын алгоритм. Ары қарай енді осы жерде бір мысалды қарастырайық. Мысалы, айнымалымыз, яғни білесіздер, айнымалы доллар белгісімен жазылады, тең болсын 15-ке. Енді осы айнымалымызды тексеріп көрейік. Яғни біздің айнымалымыз мысалы 10-нан үлкен болсын. Және де егер де үлкен болса, онда бізде экранға шығарады, яғни echo функциясы. Бұл код орындалды деген сөзді. Нүктелі үтір. Тырнақшамыз жабылды. Ctrl+S. Браузерді обновить етіп көрейік. Неке бұл код орындалды деп тұр. Расымен де 15 10-нан үлкен, яғни true ақиқат және осы бөлік орындалды.
Ал келесі, егер де бұл жерге 15 емес 5 деген санды қойып, сақтап, браузерді обновить етіп көрсем, мінекей, экранға ештеңе шығарылмады. Яғни, біздің бұл жердегі шартымыз бұл жерде жалған. Жалған болғандықтан экранға еш нәрсе шықпады. Осы жерде бізге else көмекке келеді. Яғни else echo осы жерге жазамыз. Var айнымалысы кіші 10-нан деген мәлімет экранға шығарылады. Және де бұл жердегі код осының астына түседі. Ctrl+S обновить етіп көрейік. 5 айнымалысы кіші 10-нан деген мәліметті экранға шығарып берді. Мысалы, мынандай есептер болуы мүмкін. Бұл айнымалының қандай айнымал енгізгені белгісіз, бірақ осы айнымалы біздің 10-нан кіші. Сол кезде экранға бізге именно осы айнымалының атауын шығару қажет. Сонда біз жай ғана айнымалымыздың атауын енгізіп көрейік. Ол үшін біз слэш дегенді қолданамыз. Яғни слэш айнымалы атауы var. Және ол бізде 10-нан үлкен. 10-нан үлкен. Немесе, әйтпесе осы жерде біздің айнымалымыз слэш var айнымалысы кіші 10-нан. Обновить етіп көрейік. Неге? Сонда айнымалының атауы және осы айнымалымыз 10-нан кіші екенін экранға шығарды. Осындай түрде де айнымалыны енгізе аласыздар экранға шығару бойынша. Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Үй тапсырмасы ретінде мына 2 тапсырма берілген. Бірінші тапсырма бұл жерде егер А айнымалысы 10-ға тең болса, онда дұрыс деген сөзді экранға шығарыңыз, әйтпесе дұрыс емес деген сөзді экранға шығарыңыз. Екінші тапсырма бойынша да А айнымалысына тест болса, онда дұрыс деген сөзді шығарасыз, әйтпесе дұрыс емес деген сөзді шығарасыз. Немесе осы А айнымалысының сценарийін, жұмысын тест немесе латын әріптер бойынша тест және 3-ке қойып тексеріңіз. Осы тапсырмаларды орындап, Moodle платформасына саламыз, немесе осы видеоның астындағы комментарийге қалдырыңыздар.